Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай эклер тәттілерін дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі аз ингредиент кетеді. Арасына осылай кез келген креммен толтырсаңыздар болады. Ол үшін бізге бар жоғы 4 ингредиент қажет. Су, сармай, 4 дана жұмыртқа және ұн. Мен барлығын алдын ала дайындап алдым. Қажетті мөлшерін описанияда қалдырамын. Ең алдымен өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа суымызды құйып аламыз. Ыдысымыз отқа жарамды болуы қажет. Үстіне бір шымшым тұз салып, және сармайымызды саламыз. Енді бұл суымызды отқа қойып, қайнататын боламыз. Міне, отқа қойып, толық сармайымызды ерітеміз және қайнатамыз. Сармайымыз толық еріді. Енді кішкене қайнағанша күтеміз. Үнемі араластырып тұрамыз осылай. Біздің суымыз қайнап бастағанда үстіне ұнымызды толықтай саламыз. Барлығын бірден қосамыз осылай. Және бұл ұнымызды біз дереу араластыруымыз қажет. Арасы түйіршіктеп қалмау үшін тез-тез араластырыңыздар. Менде бұған шамамен 2 минут қана кетеді. Міне осылай тез-тез араластырып алыңыздар. Біздің қамырымыз бірігуі қажет. Арасында ешқандай түйіршік ұндары қалмауы қажет. Міне кішкене бірге бастады. Және ыдысымызға жабыспай бір келкі қамыр шығады. Ыдысымыздың астынан оңай алына бастайды осылай. Міне мүлдем жабыспайтын қалыпқа енгенде тағы 1-2 минут оттың үстінде араластырып, отымызды өшіреміз. Міне осындай қамыр шығуы қажет. Енді бұны бөлме температурасында суытамыз. Суыған қамырдың үстіне жұмыртқамызды бір-бірден салып, араластырып аламыз. Бір жұмыртқаны салып толықтай араластырып аламыз осылай. Үстіне енді екінші жұмыртқамызды саламыз. Осылай барлық жұмыртқамызды салып толықтай араластырып аламыз. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, сіздер 3 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Ал егер осындай майда-майда жұмыртқа болатын болса, 4 жұмыртқа кетеді бұл қамырға. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай жасалуы және өте тез піседі. Міне қалған жұмыртқамды салдым 4-ші. Енді бұны да жақсылап араластырып аламын. Қамырымыз толықтай араласты. Енді біз бұны формаға салуымыз қажет. Осындай кондитерский мешоктың көмегімен басына насадка кигізіп, өздеріңізге қалаған насадканы кигізіп, әдемі гүл етіп пісірсеңіздер де болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей салып шығыңыздар. Көлемін қатты үлкен қылмаңыздар, өйткені бұл пирожныйларымыз біздің 2-3 есеге үлкейеді.
Барлығын осылай салып аламыз. Енді 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Міне, біздің эклерлеріміз осындай үлкен болып піседі. Енді дайын болған эклердің ішіне қалаған кремдеріңізді салсаңыздар болады. Менде мына жерде белково-заварной крем. Мен бұның описанияда ссылкасын қалдырамын. Творожный салсаңыздар да болады, кез келген крем қолдансаңыздар болады. Міне, егер сіздерге рецепт ұнаған болса, видео ұнаған болса, лайк қойып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлзира.